болған ең алдымен мың алғыс бас имамға. Рахмет. Мына кілт Насибаға, оның отбасына үйдің кілті болғанмен осыған үлес қосқан. Бұл дүниеден бақи жалғанға ла илаха иллаллах Мұхаммад Расулуллах деп өткен барша мен мұсылмандардың рух шәріфтеріне Алланың нұры жаусын Ерғалиға, Ерғалилар болмаса ел дами ма? Барыңды Алла жолда шашу деген мұсылман баласына зорға қида. Ерғалилар жәннатқа жақындасын, жыл сайын демеуші боп оңғариға. Кілт ұстау Ерғалиға жарасады, алмаған домбыраны бердариға. Келгенде ағайынның алқасына өлеңнің ауыз тисін малтасы да. Әйтеуір оңтүстікке жолым түссе, тап болам жақсылардың ортасына. Аллаға сансыз мәрте шүкір етем, шығарған жақсылықтың жартасына. Bir жағынан сойылып марқасы да, bir жағынан таралып сорпасы да. Ал бүгін өлеңдету нәсіп болды, тойып ап сарағаштың самсасына. Олай болса Алланың нұры жаусын осындағы құлдарының баршасына. Дәл бүгін қуаныштың кеш емес пе? Имамдар жамағатқа ес емес пе? Ауыз бірлік боп жатса мүміндерде, сыртынан көргендерге сес емес пе? Мүміндерді қуантып жату деген қашанда көңілдердің хош емес пе? Көңілдің қошын бүгін келтіргендер бір-бір үшін ақыреттік дос емес пе? Аптада шығар күннің қайырлысы, жұманың берекеті осы емес пе? Адамдар келген кезде рас иманға жетелеп нұр иманы тасиды алға. Мінекей жамағаттың арқасында қуануда қыздар мен Насибаңда. Осындай жақсылыққа ұйытқы болған ең алдымен мың алғыс бас имамға. Шырқалған ақындардың әуен екен, әрине
Söz anası сәлем екен. Қалтаға түсіп жатқан жақсылық па, жоқ әлде фит дүния бәлем екен. Дәл бүгін біз қуантқан балапандар шынымен қуыршақтай әдем екен. Бес баланы өсірген Нәсиба қыз сызылып тұрғаны да әдеп екен. Бес қызды Алла сізге сыйға берген. Көңіліңіз орнықсын және бекем. Ең алғашқы мүмінді исламда Хадиша анамыздай әйел екен. Ең алғашқы шахидте исламда Сумая анамыздай әйел екен. Әйелдер исламның шырағы ғой, осы сөзге аналар дәлел екен. Дәл бүгін қарап тұрсам ең дара күн. Қуаныштан жасқа малсын ел жанарын. Нәсиба сыртқы жаққа шығып кетті. Көңілін сезінеміз енді ананың. Қазақтың нағыз жомарт жігіттері өзіндей ғой далиған кең даланың. Бас имамның батасын алғаннан соң қырандай қанатымды кең қағамын. Елдің бәрі молдаға беруші еді, қожадан ақша жиған мен ғанамын. Шырқаған жақсылыққа әнім болсын, бұл отырыс біразға тәлім болсын. Садақаның болады жариясы, үлгішін жамағатқа мәлім болсын. Нәсибаға бес қызды берген Алла, барлығы шеттерінен дарын болсын. Құдайым жүректерге нұрын құйып, қари болсын, хафиза ғалым болсын. Жәннат баққа жолдама болатындай, бес періштең маңдайда бағың болсын. Адамдардың қолымен беріп жатқан жақсылық нәсіп еткен тәңір дерсің. Риясыл жақсылықты жасап жатқан жамағат амалдарың қабыл болсын. Деп ерекең өзім қолмен берейін ба? Бисмилла. Мына кілт бүгін
жамағат бар, Ерғали бауырымыз бар, бас имам бар. Енді ел көпті күрсе көл дейді ғой. Негізгі күшті Ерғали бауырымыз алып жатыр. Атасына Әлен қажы көкемізге сауабы тие берсін. Осы затқа атсалысқан, осы шараға шын көңілмен тілектес болған, дұғада болған, ештеңе бермесе де осы тілекші болған барлық жамағатқа, барлық ағайынға, осында куә болып отырғандардың баршасына рахмет. Мына кілт Насибаға, оның отбасына үйдің кілті болғанмен, осыған үлес қосқан әр адамға жәннаттың кілті болсын иншалла. Айбай сізге Насиба, Алла берекелетсін иншалла. Осы үйде көгеріп көктеп ішінде тек жақсылық, Алланың нұры жаусын. Сіздерге алғысым шексіз, Алланың нұры жаусын. Жасаған амалдарыңыз, ниеттеріңіз қабыл бола берсін Алланың алдында. Тек қана жақсылық көріңіздер. Өмірлеріңіз ұзақ болып, сау саламат жүре беріңіздер. Сіздерге тілекшіміз ғой біз. Кілтіңізге көрімдік болып, қожадан алғанымды Мен Таспаева Дана Нұржан қызы сіздерге шексіз алғыс айтамын. Бәріңіз сау саламат болыңыздар. Ешқашан уайым қайғыңыз болмасын. Бір ниеттеріңіз қабыл болсын. Жасап жатқан жақсы амалдарыңыздың берекесін берсін. Аумин. Абдуан Қажы қызы арнайы сыйлық алып келіпті. Аллахым құтты қылсын сарайыңды, бақыт пен берекеге маңайыңды. Әрдайым күліп ойнап жүріңіздер, тозытып, тағы көшіп талай үйді. Жамағатты осы істетесіздер жақсылыққа иншалла. Иә, нағыз қыздарға керек дүниелер иншалла. Ішінің бас имамның ұйымдастыруымен жыл сайын бір баспана атты іс-шарамызда шын көңілмен жомарттық жасағаның үшін сізге алғысымыз шексіз. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтқандай, жетімнің басын сипаған қияметте менімен көрші болады деген. Алла сіз бен бізді, сол пайғамбарымыз жәннатта бірге болуымызды, пайғамбарымызбен жәннатта бірге болуымызды нәсіп қылсын. Алла өміріңізге, кәсібіңізге, отбасыңызға береке берсін. Алла разы болсын. Құрбанқожа мешітінің жамағатының атынан иншалла. Иншалла. Енді бір естелік. ولا يظلم ربك أحدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Av adamдар tәту тәттай болыңдар, бұл дүниеге бірақ келер жолың бар. Әрбір адам бұл дүниенің қонағы, қонақ болсаң дұрыс қонақ болыңдар. Әрбір адам бұл дүниенің қонағы, қонақ болсаң дұрыс қонақ болыңдар. Қонақ болсаң дұрыс қонақ болыңдар. Бір адамдар қонақ болдым екен деп, өйтуге де болмайды ғой бекерге. Өзің жүрген жерлеріңдей із қалдар, ол қызыңдай өзіңді түскен мекен ғой. Өзің жүрген жерлеріңдей із қалдар, ол қызыңдай өзіңді түскен мекен ғой. Ол қызыңдай өзіңді түскен мекен ғой. Қызбен ғана деген сөздей маңыз бар, қыз қонақ ау елдің деген аңыз бар. Бұл дүниеге адам қылып көрмейін. Қожалар басқа нәрсені кесіп үйреніп қаласың. Лентады кесіп берейік. Бисмилlah.
зәулім еңсесі биік екен. Іші жақсылыққа толы болсын. Осыған атсалысқан барлық жамағатқа, ағайын туыс, көрші қолың бәрі аман болып, Алла сауаптан жазып, осы үйде, осы отбасына берекелі құтты шаңырақ етсін. Бисмилла. Сонда ғана елге сыйлы боларсың, бір-біріңді сыйлап өссең мәңгілік. Сонда ғана елге сыйлы боларсың, сонда ғана елге сыйлы боларсың. Дүние қуып, байлық қуып не керек? Байлықсыз ақ мол бақыт қай жетерік? Сіз біздігі жоғалмасай адамдар, адамзатқа одан артық не керек? Ынтымағы жоғалмасай адамдар, адамзатқа одан артық не керек? Адамзатқа одан артық не керек? زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. Өзің разылың үшін бас қосатын ақыреттік достардың қатарында тірілте көр, я Раббана Карим. Өзіңді ойлап көзінен жас шығарғандардың қатарынан ете көр, я Раббана Карим. Осындай жерден Құрманғажы мешітіне, жамағат намазына барып жүргендерді, мешітке жүрегі байланған мешіттің құстарының қатарынан ете көр, я Раббана Карим. Барлық осыған атсалысқан адамдардың дүние мен ақыретіне береке бере көр. Раббана атина фид дуния хасанатан ва фил ахирати хасанатан ва қина азабан-нар. Саллаллаху тағала ала хайр халқихи Мухаммад ва ала алихи ва сахбихи ажмаин. Алхамдулиллахи раббил аламин.